Ресейлік ұшқышсыз ұшу аппараттары Одессадағы Әзербайжан мемлекеттік Сакар компаниясының мұнай базасына жаппай соққы беріп, нысанды толықтай жойды. 18 тамызға қараған түні мұнай қоймасына шахет түріндегі 15-17 камикадзе дрон ұшырылды. Бірнеше тікелей соққы ауқымды өртке себеп болып, базаның бүкіл инфрақұрылымын қиратты. Барлық 17 резервуар, айдау станциясы, операторлық ғимараттар, өлшеу және техникалық бөлмелер, сондай-ақ қоршаулар зақымданды. Мұнай базасының жалпы сақтау көлемі 16.000 текше метрден асатын. Бұл тамыз айындағы Сакар нысанына жасалған екінші шабуыл. Алғашқы соққы 8-ші күні жасалды. Одан кейін Әзербайжан ресми түрде алаңдаушылық білдіріп, өз активтеріне қайталама шабуыл жасалған жағдайда Украинаға қару жеткізуге қатысты ұстанымын қайта қарауға ниетті екенін ескерткен еді. А95 консалтингтік компаниясының директоры Сергей Куюн атап өткендей, түнгі соққы мұнай базасын түбегейлі жойды. Ол Facebook желісінде, бүгін бакиндіктер 15 дрон алды. Үміттенемін, бізде бір белсенді одақтас артады деп жазды. Әрине, бұл сөз ирониялық түрде айтылды. Ресейдің сыртқы саяси ведомствосына жақын дереккөздер соққы тек әскери операция емес, саяси сигнал болғанын мәлімдеді. Кремль Ильхам Әлиевке түнгі соққы, соңғы ескерту екенін, Мәскеу мен Баку арасындағы қарым-қатынастардың үзілуінен бұрын жасалғанын түсіндірді. Инсайдерлердің пікірінше, Мәскеу Әзербайжан өзіне ұнамайтын сыртқы байланыстар мен экономикалық қатынастарды нығайтуды жалғастырса, түбегейлі қадамдарға дайын екенін әдейі көрсетіп отыр. Бұл кездейсоқтық емес, анық белгі, Әзербайжан өзінің қосарланған ойын үшін ақы төлей бастады. Егер Әлиев бағытын өзгертпесе, Мәскеу Қарабақ сияқты ауыр тұстарға соққы жасайды деп атап өтті ресейлік дипломатиялық орталарға жақын дереккөз. Қарастырылып отырған шаралардың қатарында аймақтық келісімдерді қайта қарау, Сакарға қарсы экономикалық шектеулер енгізу, Еуразиялық экономикалық одақ аясында қатаң тексерулер жүргізу және Арменияға әскери көмекті қайта бастау мүмкіндігі бар. Әзербайжан тарапы бұл соққыларды өте ауыр қабылдады. Милли Меджлистің депутаты Фазил Мустафа Ресейдің әрекеттерін агрессивті және жаулық деп атап, мұндай қадамдарды достыққа жатқызуға болмайтынын айтты. Оның сөзінше, Сакарға жасалған шабуыл тура Әзербайжанға бағытталған, тіпті Мәскеу оны Украинамен қақтығыстың бір бөлігі ретінде көрсетсе де. Ресейдің өз ішінде де Әзербайжан диаспорасына қарсы жанама қысым шаралары тіркеле бастады. Воронежде диаспора басшысы Юсиф Халилов ұсталды, оған ұлын әскери қызметтен босату үшін дәрігерге пара бермек болды деген айып тағылды. Челябі облысында диаспора басшысы Аршат Ханкишиев Ресей азаматтығынан айырылды. Бұл қадамдар Бакуде елге қарсы үрей тудыру және қысым жасау науқанының жалғасы ретінде қарастырылуда. Украинаның сыртқы істер министрі Андрей Сибига Сакарға жасалған соққы әдейі жасалғанын және Әзербайжан мүдделеріне қарсы бағытталғанын атап өтті. Ол мұндай әрекеттер Киев пен Баку арасындағы жаңа деңгейдегі ынтымақтастықтың қажеттілігін күшейтетінін және лайықты дипломатиялық әрі құқықтық жауап талап ететінін айтты. Украина жоғарғы радасының төрағасы Руслан Стефанчук Сакарға жасалған соққыларды Ресейдегі әзербайжандықтарға қысым көрсету науқанының жалғасы деп байланыстырды. Ол мұнай базасына шабуылдар мен диаспораға жасалған қысымдарды бір тізбектің буындары деп атады. Милли Меджлис төрайымы Сахиба Ғафаровамен телефон арқылы сөйлескен Стефанчук ынтымақтастық білдіріп, оны Украинаға Крым платформасының парламенттік саммитіне қатысу үшін Стокгольмге шақырды. Осы оқиғалардың аясында Әзербайжан Украинамен жаңа ынтымақтастық формаларын іздеуге мәжбүр. Украина энергетика министрі Светлана Гринчук жаңа газ келісімшарты жасасу, резидент еместердің украиналық жерасты қоймаларына отын айдауы, сондай-ақ Украин-американдық қалпына келтіру қоры аясындағы бірлескен жобалар жөнінде келіссөздер жүріп жатқанын хабарлады. Әзербайжан белсенді қызығушылық танытып отыр. Келісім тіпті жылыту маусымы басталғанға дейін жасалуы мүмкін. Баку Ресейдің айыптауларында жоққа шығарды. Ресейлік медиа және депутаттар, соның ішінде мемлекеттік дума генерал-лейтенанты Андрей Гурулев, шабуылдаушы дрондардың бір бөлігі Әзербайжан аумағынан ұшуы мүмкін екенін мәлімдеген. Бұған жауап ретінде Милли Меджлис депутаты Расим Мусабеков мұндай мәлімдемелерді қысым көрсету науқанының бір бөлігі деп атап, Әзербайжанның Ресейді шабуылдауға ниеті де, мүмкіндігі де жоқ екенін айтты. Бірақ ел өзін кез келген агрессордан қорғауға қабілетті деді ол.
Түркиямен одақтас қарым-қатынастар және армияның жоғары жауынгерлік қабілеті Бакуге кез келген сын-қатерге дайын болуға мүмкіндік беретінін қоса айтты. Әзербайжан сарапшылары арасында батыл сценарийлер де талқылануда. Солардың ішінде Таулы Қарабақ үшін соғыс кезінде армяндардан қолға түскен ресейлік қаруды Украинаға жеткізу мүмкіндігі бар. Бұл Сокаға жасалған соққылардан кейінгі екінші осындай мәлімдеме. Аналитиктер атап өткендей, Әзербайжан армиясы түрік және израильдік қаруға көшуін аяқтап келеді, ал кеңестік және ресейлік үлгілер біртіндеп қолданыстан шығарылуда. Егер Баку Украинаға қару жеткізуге шешім қабылдаса, ол стратегиялық қадам болмақ, бір кездері Ресей жеткізген техника өзіне қарсы қолданылатын болады. Бұл қақтығыстың геосаяси өлшемі өте ауқымды. Ресей қосарланған ойын үшін жазалауға дайын екенін көрсетуде. Әзербайжан Мәскеу, Анкара және Киев арасында маневр жасауға мәжбүр, ал Украина жаңа стратегиялық серіктесті нығайтуға мүмкіндік алып отыр. Сока мұнай базасына жасалған соққы тек әскери қақтығыстың эпизоды емес, терең геосаяси дағдарыстың символына айналды. Жойылған инфрақұрылымды қалпына келтіру үшін айтарлықтай ресурстар қажет болады. Ал Әзербайжан экономика, қауіпсіздік және халықаралық жағдайға әсерін азайту үшін Мәскеу, Киев және Анкара арасында теңгерім сақтауға мәжбүр. Ұзақ мерзімді перспективада Сока төңірегіндегі оқиғалар аймақтағы негізгі ойыншылар арасындағы жаңа қатынастар картасын қалыптастырады. Ресей Әзербайжанның қосарланған саясатымен әртүрлі тараптар арасында маневр жасауын қауіп ретінде қабылдайтынын және оның ауыр салдары болуы мүмкін екенін көрсетіп отыр. Украина мен Әзербайжан үшін бұл стратегиялық әріптестікті нығайту мүмкіндігін ашады, ал Түркия өз одақтасының позициясының күшеюін мұқият бақылауда. Бұл процестер оңтүстік Кавказ бен Шығыс Еуропадағы экономикалық, саяси және әскери теңгерімді ұзақ жылдарға өзгертуі ықтимал. Арнаға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз және жаңа жаңалықтарды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз.